Ассалаумалейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені сіздердің арнаға тіркеліп видеоны бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. ақш президент Джо Байден қызметіне кірісіп бір күн өткен соң мемлекеттік кеңесінің веб-сайтындағы саясат мәселелері бойынша 6 негізгі тақырыпты алып тастаған. Оның ішінде Қытай коммунистік биліктің қаупі, 5-ші қауіпсіздік және заңсыз иммиграция алынып тасталды. Байденнің жаңа әкімшілігі мемлекеттік кеңесінің веб-сайтында 17 түрлі саясат мәселесі ғана көрсетілген. Олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, қару-жарақты бақылау, климат пен қоршаған ортаны қорғау, коронавирус және тағы басқа. Трамп әкімшілік кезіндегі мемлекеттік кеңес веб-сайтының саясат бағанымен салыстырғанда 6 жобалық мәселе жойылды. 5-ші қауіпсіздік, Қытай коммунистік биліктің қаупі, заңсыз иммиграция, қауіпті Иран билігі, Никарагуаның демократияға оралуы және Венесуэланың демократиялық дағдарысы. Солардың ішінде Қытай қауіп дегеніміз өткен жылдың қарашасында бұрынғы мемлекеттік хатшысы Майк Помпео бастаған Қытай коммунистік партиясы жаһандық бейбітшілік пен қауіпсіздікке төндіретін қауіпті егжей-тегжейлі баяндаған жаңа бағдарлама. Қытай коммунистік билік біздің заманымыздың негізгі қаупі, ол әлемдік тұрақтылыққа қауіп төндіреді және оның үстемділік диктатура саясатының бүкіл әлемге таралуына қызмет етеді. Қытай коммунистік билік өзінің зұлым саясатын жасыруға тырысады. Қытай коммунистік партия бақылауындағы Қытай әлемнің үлгілі мемлекеті емес. Бас хатшы Ши Цзиньпиннің басшылығымен Қытай коммунистік билік өзінің күшімен ықпалын басқалардың мүддесін құрбан қылу арқылы кеңейтуде. Бағанның бірінші бөлігінде осылай жазылған. Бағдарламада жарияланған мазмұн 6 негізгі бағытты қамтиды. Отарлау экономикалық саясат, Үнді-Тынық мұхит аймағындағы әскери экспансия, жаһандық нормалар мен құндылықтарды жасырын түрде бұзу, әлсіз елдерді қорқыту әдісімен, құлық саясатымен бағындыру, адам құқықтарын таптау және экологиялық ортаны бұзу. Олардың ішінде Қытай коммунистік билігінің адам құқығын таптау туралы веб-сайтта адам құқықтарын бұзу фактілері де арнайы көрсетілген. Бұл Трамп әкімшілігі алдыңғы ақш үкіметінің айырмашылығы, бұрынғы кезде Қытай коммунистік билігімен адам құқы туралы көп сөз қозғалмайтын. ақш мемлекет кеңесінің сайтында Гонконгтағы, Шығыс Түркістандағы және Тибеттегі басқа ұлттарға жасалған зорлық-зомбылық репрессияларын егжей-тегжейлі жариялады және Қытай коммунистік партияның сөз және дін бостандығына қатты соққы беру, адамдарды кезексіз тұтқындауы, концлагерлер құру және тағы басқа адам құқығын бұзу туралы. Сонымен бірге бұрынғы мемлекеттік хатшысы Помпео да Қытай халқы Қытай коммунистік билікті уәкіл етпейді, екеуі екі бөлек ұғым екенін атап көрсеткен алғашқы дипломат болды. ақш мемлекет кеңсесі Қытайдағы адам құқықтары тапталу туралы нақты дәлелмен жариялады, ал Қытай коммунистік билікке сыртқы істер министрлігінің өкілі есеп беруден бас тартып, тек бәрі өтірік деп айқайды аспанға шығарды. Байден әкімшілігінің мемлекеттік хатшысы Антони Блинкен сенаттағы кандидатуралар тыңдау кезінде Трамп әкімшілігінің Қытай коммунистік билікке қатал саясатын жүргізгеніне келісетінін, бірақ оған байланысты стратегиялармен келіспейтінін айтты. Бұрын Қытайдың экономикасы көтерілсе, саяси жағынан да алға басып демократиялық жүйеге ауысады деген жалпы көзқарас болған, бірақ бұлай болмады. Ол сенат тыңдауында әлемдегі барлық ұлттық мемлекеттер арасында Қытай коммунистік билігі ақшқа ең үлкен қауіп төндіретінін сөзсіз деді. Блинкен бұрынғы мемлекеттік хатшы Помпеоның Қытай коммунистік билігінің Шығыс Түркістандағы мұсылмандарға қарсы геноцид жасады деген соңғы шешімін қолдайтынын, Тайваньға көмектесу және Қытай коммунистік биліктің қысымына қарсы тұру үшін әскери және жаһандық дипломатияны қолдайтынын айтты. Гонконгтың болашағына уайымдайтыны және Қытай коммунистік билігінің коронавирус шығу тегі туралы жасырып белгілі бір дәрежеде эпидемияның таралуына себеп болды деп сынға алды. Бұл сөздер президент Трамптың ескертпелеріне сәйкес келді. Оның Трамп әкімшілігінің айырмашылығы, ол Бейжіңге бірлесіп қысым көрсету үшін басқа демократиялық елдермен ынтымақтастыққа көбірек назар аударатынын баса айтты. Сонымен қатар Блинкен ақш-Қытай қарым-қатынасының ынтымақтастық жағы да бар екенін айтты. Байденнің көмекшілері Бейжіңмен климаттың өзгеруі және басқа да мәселелер бойынша ынтымақтастықта бола алатынын айтты. Достар, арнаға тіркеліңіздер, видеоны бөлісіңіздер. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.